Мен Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы Қанбаева Айнұр Сейтқалымқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Мағауин «Шахан шері» романы «Бастау». Жалпы сабақтың мақсаты Мұхтар Мағауиннің өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтерді меңгеру, көркем шығармадағы кейіпкерлер образын таба отырып, шығарманың идеясын өмірмен байланыстыру. Мұхтар Мұханұлы Мағауин 1940 жылы бұрынғы Семей облысының Шұбартау ауданында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін 1962 жылы бітірсе, аспирантурасын 1965 жылы тәмамдаған. Қазақ әдебиеті газетінде, жазушы баспасында, Мұхтар Әуезов атындағы өнер институтында түрлі қызметтер атқарған. Сонымен қатар Мәскеуде Максим Горький атындағы әдебиет институтында қазақ әдебиеті пәнінде арнайы курстар жүргізген. Кейін жазушы баспасының Жалын журналының редакторы қызметін және де Қазақстан жазушылар одағының хатшысы қызметтерін атқарған. Аспирантурада оқып жүрген кезінен-ақ зерттеушілік қызметтер атқарады. Оның дәлелдері ретінде «Поэты Казахстана», «Қобыз сарыны», «Ғасырлар бедері», тасқа басылған қолжазбалары. Жазушы әр жылдары түрлі прозалық шығармалар ұсынды. Олар «Тіленші», «Кешқұрым», «Алтыбақаннан соң», «Әйел бақыты», «Жаңылсу», «Тарпаң», «Күтпеген кездесу», «Тұлымханның бақыты», «Менің балаларымның туысқан ағасы», «Алтын тіс», «Шеше», «Тәртіпті азамат», «Биік үйдегі бөрібасар». Бұл шығармалары орыс және басқа да шет ел тілдеріне аударылған. Мұхтар Мағауиннің еңбектерін саралап қарағанда, бірінші кезекте шағын прозалық шығармалары тұрады. Олар «Көкмұнар», «Бір атаның балалары», «Көккептер», «Аласапыран», «Шахан шері», «Мен», «Жармақ», «Шыңғысхан» мен оның замандастары. Жазушының шығармаларын символиканы аңғаруға болады. Қоғам мен өмірге деген көзқарасын «Жыланды жаз», «Құмырсқалар көтерілісі», «Шахан шері» шығармалары арқылы көрсетті. Бұл туындыларда ұлттық салт-дәстүр, адам бойындағы сан алуан құбылыстар, хайуанаттар мен қарым-қатынастар ашыла түседі. 1960 жылдары экологиялық мәселе әдебиетте ерекше қарқынмен өсе бастады. Осы тұста қазақ жазушылары қоғаммен бірлесе отырып, қоғамдағы өзгешеліктерді халыққа ерекше образдармен жеткізіп отырды. Бұл қатарда Мұхтар Мағауин де қалыс қалған жоқ. Оның «Шахан шері» романы ерекше көлемі мен көркемдігі жағынан орын алды. Бұл роман экологиялық қорғауға атсалысып жазған ең үздік шығармаларының бірі болды. Шығарманың ерекшелігі шахан мен шері жолбарыс образын байланыстыра суреттеу арқылы адам мен табиғат арасындағы байланыстың үзілуін көрсетеді. Шахан шері. Бұнда шері деген көне сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірі көне сөз болса, яғни парсы тілінен аударғанда жолбарыс деген мағынаны білдіреді. Шері қайғы, мұң, қасірет, зар деген мағынаны білдіреді. Шығармада мен жолбарыс жүректі шахан деп атайды. Бүкіл жетісу, шақан шері менің атым дейді. Мұхтар Мағауин шығармасындағы Мұхтар Мағауин портрет жасау шебері. Оның қай кейіпкерін алсаң да өзіндік бет-бедері бар, бір-біріне ұқсамайтын келбеттермен ұқсас бұрады. Шахан қазақ әдебиетінде болмаған кейіпкер. Енді сол шығармадағы бастау бөліміндегі шақанның бейнесіне тоқталып кетейік. Жел қаққан қоңырқай, момақан. Тек салқын ұшқын атқан жанары ғана өжет киіп, ер мінезін танытқандай. Байсалды кеңдік бар. Қайратына, қажырына сенген, ешкімге ырық бермеген асау жанның салқан бітімі. Бірақ бұл оның оң жағынан ғана қарағанда. Сол жақ бетте самайдан екке түскен бұжыр-тыжыр, терең, үш қатар тыртық. Қиығы кеміс, ызалы шегір көз шапыраштана түйіледі. Ұрты да жарық,
Әппақ өткір сойдақ тісі жарқырап тұр. Адам шошырлық. Қарсы алдынан қарағанда адам шошырлық. Әйтсе де құбышық емес. Өзгеше тұрпатты пенде. Шақан шері романы қазақ әдебиетіндегі көрнекті шығармалардың бірі. Роман 3 тараудан тұрады. Алғашқысы «Қамыстағы үй» деп аталады. Бұл тарау өз ішінде 5 кіші тармаққа бөлінеді. 2 тарау «Жолбарыс жымы», 7-ші тармақша болса, соңғы Сарықұмның шапқыны тарауы. Шығармада түз тағысы жолбарыс Шаханның отбасын қырып тастайды. Жазушы жолбарысты күш көрсету үшін аң патшасы Арыстанды да өз мекенінен ығыстырып шығарғанын сипаттайды. Өз бауыр еті балалары шөншіктерінен айырылған жолбарыс адамзатқа өшігіп, бас кейіпкердің, яғни Шаханның әйелі мен баласын өлтіреді. Осылайша жүрегінің қайғының қанын сорғалаған Шахан жолбарыстың терісін жамылып, жыртқышқа айналғандықтан ел арасында Шахан шер атанады. Енді жаңа айтып өткен Мұхтар Мағауиннің өмірінің хронологиялық кестесін жасаңыздар. Сәйкестендіру тесті. Мұхтар Мағауин романы қайсысы? Шері сөзінің мағынасы. Мұхтар Мағауиннің әңгімесін көрсетіңіз. Мұрты оқтаудай, сақалы күйектей деген портретке сәйкес келетін кейіпкер және романдағы тұтқын кім? Ендеше жауапты бірге қарастырайық. Мұхтар Мағауин романы Аласапыран. Шері сөзінің мағынасы жолбарыс. Мұхтар Мағауин әңгімесі кешқұрым. Мұрты оқтаудай, сақалы күйектей деген портретке сәйкес келетін кейіпкер төре. Романдағы тұтқын Шақан. Үйге тапсырма. Бастау мен эпилогқа кіріспе бөлімін оқу. Кейіпкер есімінің Шақан шері деп аталуының себебін түсіндіру. Төменде берілген сөз қоржын бөлімдегі сөздерді жаттау. Бұндағы берілген сөз: салқам, шері, далбай, пұшпақ, шәрке, шибөрі, ызбар, жақы. Осы сөздерді жаттап келеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.